Сосын дәмін көрейік. Беті сочный. Сәлем достар. Бүгін біз пицца жасаймыз. Нанын мына қойып кеткенмін. Кәдімгі дрожжевой тесто. Оның бітіп қалды. Сосын оның аз болып қалды. 1 сағаттай тұрды. Кәдімгі суға ұн қостым, дрожжи, кішкене қант, шым-шым тұз болды. Содан мынандай ұн ала салдым. Қара бидай ұны дейді. Қазына сыпты дейді. Біздің қазақстандық ұн. Осыны қосып көремін аздап. Қазір ашып көрейік. Әпкем бүгін оператор. Қараңыздар. Мынау ақ ұн, мынау қара бидай ұны дейді. Өте қара емес екен, кішкене осын қосып көрейік, өйткені қолға жабысып жатыр қамырымыз. Мен шын айтсам, бірінші рет қолданып жатырмын осындай ұнды. Денсаулыққа пайдалырақ. Қараңыздар, бұлай ірі сияқты екен, ірілеу болады екен. Түйіршік па, сондай. Диірменнен өткен жарма сияқты. Жабысып жатыр әлі. Тағы да қосыңқырайын да, Айгүл. Қолға білінеді да. Құннан айырмашылығы бар екен. Қара бидай. Өте қатты билемей қояйық. Осы жететін сияқты, қоя тұрайық. Так, енді жалғастырамыз. Пиццаға керек тамақтар. Помидор. Колбаса. Кез келген колбаса. Сыр. Майонез, кетчуп. Айтпақшы, осы майонезбен пицца өте дәмді болады. 3 желания. Дәл осы мынау салатқа арналған провансаль 67 деген. Ерекше дәмді болып шығады. Екеуін пиццаға қазір қамырға осы екеуін араластырып жағамыз. Сосын мен укроп салам. Петрушка, көк жуа қосуға болады. Қазір көресіздер, бұл қалай жасайтынымды. Енді әрқайсысын турап алайық, Ең бірінші колбасамызды тураймыз. Колбасамен жасалған пиццаны пепперони дейді. Помидормен жасалғанда маргарита дейді. Қателеспеуімше. Бізде екеуі де аралас болады. Солай дәмдірек. Колбаса өте дәмді екен. Жұқалап тураймыз. Етіп тураймыз. Осындай жіңішке колбаса өте ыңғайлы. Үлкен болса екіге бөлесіздер. Жеуге ыңғайлы болады. Турап қойдық. Тарелкаға салып қоямыз. Бала жемегенде бұнда салып жүреміз. Енді помидор. Өткенде тамаққа қосылған помидордың жарысы қалған. Соны қосып жүрейік. Помидорымыз қып-қызыл болып кетті. Оны негізі бұлай турау керек. Жұқалап тураймыз осылай. Піскен езіліп кетеді ғой олар. Дәмі керемет болады. Колбасамен осы помидордың дәмі керемет үйлеседі. Тастаймыз.
Мінекей помидорымыз да дайын. Бұны да бөлек ыдысқа салып аламыз, салып қоямыз. Ыңғайлы болады. Міне ең негізгі пиццаның ең негізгі ингредиенттері. Колбаса, сосын помидор. Енді укропымызды тураймыз. Кез келген зелень келе береді. Петрушка, көк жуа болсын. Мен бүгін петрушка алдым, сондықтан укроп алдым. Укроп қосам, ұсақтап тураймыз. Дәмі ерекше болады сонда. Мен кішкене мына жерге дейін турап жіберемін. Ештеңе етпейтін, ал сабағы жұмсақ болып кетеді піскен кезде. Аты дәмі ерекше, қышқыл дәм береді. Болды. Қажет емес. Енді бәрі дайын. Сосын сыр. Мінекей бізге керегі колбаса, помидор, укроп, сыр. Бәрі дайын бізде. Енді және мыналар көрсеттім. Енді қамырды жаямыз. Ал енді қамырымыз жаямыз. Так, астына ұн. Жаңа қара бидай ұнын істейік. Ақ ұным бітіп қалды. Әде осы ұнды алдым. Көрейін деп. Екі пицца шығайын деп тұр. Қамырым кішкене бұлжырап отыр. Бола берсін. Осылай ей салам қазір. Қаттық белеулеріңізге де болады. Тек қана ақ ұннан жасауларыңызға болады. Енді оны өздеріңіз білесіздер. Дрож көп қоспаңыздар. Дрож шамал ғана қосуға болады. Өйткені дрож қоссаңыздар, қамыр жұмсағырақ болады. Ол міндетті түрде көп қосудың қажеті жоқ. Жабыспайды екен, мен жайсаң. Мүлдем жабыспай жатыр, а бірақ қамыр жұмсақ. Қара бидай ұны. Ақ ұн мен қара бидай ұны араласқан қамыр болып тұр. Бүгін әпкем оператор алғаш рет түсіріп жатыр, сондықтан дұрыс көрсетілмей жатса кешірерсіздер. Мінекей осындай өте қалыңда емес, өте жұқада емес. Осы жететін сияқты. Енді қазір бұны противенге сыраламыз. Жабыспайтын сияқты, бұлай қоя тұрайық. Менде мынадай противень. Көрініп тұр ма? Және газ. Духовкамыз біздің газ. Тоқ емес, газ. Ең астына қоям. Сұйықмай. Сәл сұйықмай. Сұйықмай жағамыз. Бұл бітсе кішкене сәлкетпен сүртіп болады. Майлаймыз. Енді осыған жайған қамырымызды саламыз. Көлемі дәл келіп, талай істеп жүрмін ғой. Көзбен өлшей береміз. Қалыңдау жерін басып жереміз. Жабыспайды бұл. Піскен кезде өзінен өз алынып қалады. Керемет. Өте дәмді болып шығатын сияқты. Так. Майонезімізді
қосамыз. Қайталаймын, мына майонезбен өте дәмді болады. Мына помидор, сладкий перецтің суреті бар майонез. Бұл өте дәмді майонез. Шамалы қосамыз. Және кетчуп. Екеуін бөлек кесеге салып араластыруға да болады. Мен осылай бірден араластыра салам екеуін. Сосын осыны осылай жағып шығамыз. Қамырымыз өте шылқылдатпай, орташа көлемде. Әйтпесе құрғақ болады. Мына майонез, кетчуп жақсаңыздар, кішкене сочный, жұмсақ болып тұрады. Жағып шығамыз. Және қызарады да бұл піскен кезде. Түрі әдемі болып шыға келеді. Мінеки жағып болдық. Шылқылдатпаңыздар. Көп болып кетсе, бүйтіп алып кесеге салуға болады. Сосын оны бетіне жағып жібересіздер. Жеткілікті. Енді бұның үстіне қараңыздар. Жаңағы укропымызды саламыз. Араластырып жүрек. Мына сабағымен жартысын алып қойық. Екінші пиццаға. Білмеймін, біз кафенің пиццасынан гөрі өзіміз жасаған пиццаны сүйіп жейміз. Айгүл. Көбірек қосуға да болады. Көбірек қоса берейінші тағы. Турармын екінші пиццаға, Көктің зияны болмайды. Ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойыңыздар. Көк жуа салып болады, бірақ маған осы петрушкамен әсіресе укроп салған өте ұнайды. Енді бұның үстіне колбасамызды салып шығамыз. Арасына мынандай орын қалдырамыз. Өйткені мына қалған орынға бұл жерге помидор саламыз. Қойып шығамыз. Менікі газ. Газовая духовка. Ең астына қоям газдың. Ең астына қызуды барына қоям. Отты барына қоям. Сонда 10 минуттың ішінде пісіп шығады. Тез пісу керек та. Мыналар кеуіп кетпеу керек. Қуырылып қалмау керек. Наны піссе болды. Сол кезде қатты отқа қойсаңыздар, ең астына салсаңыздар, газ плита болса, наны піседі да, мыналар қуырылып үлгермейді. Сочный болып тұрады. Әйтпесе кейбіреулер 1 сағатқа, жарты сағатқа қойып қойды, әбден қуырылып қалады, қатып. Енді помидорымызды салам жаңағы ашық жерлерге. Помидорларымызды салып шығамыз. Керемет дәмді болады. Қараңыздар, мінекей қойып шықтық. Енді майонезі, тағы да аз ғана майонез. Өте дәмді болады. Әйтпесе құрғақ болып тұрады. Өте көп емес, аз ғана. Осынқа распределять етеміз. Жететін. Жағып шығамыз. Енді бұл дәмді болмай, не дәмді болады, Қараңыздар, баптап істеп жатырық қой. Аямай, бәрін қосып. Ой, көп болып кетті. Көп болып кетсе бүйтіп жағып жібересіздер. Жағып жібересіздер. Көп жерді алып, жетпей тұрған жерге жағып жіберіңдер. Майонез бен кетчуп астына кетті. Үстіне ең бетіне тек қана майонез жағасыздар. Енді сиырымызды себезелейміз. Осылай өзімізге үйдікі болғаннан кейін осылай аямай себеміз. Сыр
сыр кәдімгі қатты сыр, моцарелла ондай емес, кез келген сырмен дәмді болады. Созылуы мен үшін, үйдегілер үшін маңызды емес, бізге тойымды және дәмді болса болғаны. Сөйлеп шығамыз. Әпкем айтады, қолым талды дейді, мен айтамын, шыда. Мен ютубты енді бастап жатырмын, менде штатив жоқ, сондықтан да керемет кухнямыз жоқ, сондықтан да кешірерсіздер. Қалай бар, солай түсіріп жатырмыз. Жететін сияқты, Енді осы пиццаны газ духовканың ең астына саламыз. Қызып тұр, барына қосып қойдым отты. 10 минутта пісіп шығады. Бүйтіп астын бүйтіп қарауға болады. Асты күйіңкіресе, онда дайын болды деген сөз. Ал кеттік, духовкаға саламын. Дайын болғасын сіздерге көрсетемін. 10 минут пісірем. Пиццамыз пісті ме екен? Тексеріп көрейік. Ой, буланып кетті. 10-12 минут өтті. Астын қараймыз. Мінекей. Күйіңкіреген, яғни наны пісті деген сөз. Бетін қараңыздаршы, помидоры бәрі свежий, әдемі, жұмсарып қана тұр. Кеуіп кеткен жоқ. Сондықтан мынандай оттың ең астына қоямыз, барына қосып қоямыз. Наны пісу керек та бізде. Пицца салатын табамыз дайындап қойдық ма? Батмос қой. Ескі батмос кескен кезде аямайтын. Бетіне мынандай таза қағаз төсеп қоямын. Өйткені пицца кейде майлырақ болып шығады. Қазір осыған пиццаны алып саламын. Ала берейік. Оппа! Бісміллә, қараңыздар. Қандай цветі бәрі керемет болып пісті. Бұл жерді алып жүрек. Қазір алам. Операторым кетіп қалды ана жаққа. Оппа! О, керемет болып пісті. Өте ыстық. Қараңыздар, қытырлап тұр. Жан-жақтан көрсетейін. Пиццаның жартысын әпкем мен балама ана жаққа апарып бердім. Өздері асықпай жейді, ал мен шайник қойып қойдым. Қазір кофе ішем. Жартысы кетті. Көрсетейін сіздерге жақыннан. Қараңыздар. Наны жұқа. Мынау пештің арғы жағында тұрған ғой. Қараңыздар, күйіңкіреген. Міне астын қараңыздар. Нағыз пицца. Енді осының дәмін көрейік. Қараңыздар. Қандай керемет. Ал енді осының дәмін көрейік. Беті сочный. Керемет. Өте дәмді. Әлі ыстықтау. Жаңа піскен ғой, қытырлап тұр. Қытырлағанда қап-қатты емес, бір қытырлағанда бір қап-қатты қамырлар болады ғой, сындырып беретін. Жоқ. Үгіліп тұр. Жай ғана дрож қосылған, суға айленген қамыр. Майонезбен кетчуп жағылған, помидор, бұның сөлі шығады. Сондықтан осылай үгіліп тұр. Керемет. Жоқ, кафелердің пиццалары менің пиццама жетпейді. Мынау сыр бетінде қалды. Қараңыздар, қандай күшті асты.
күйіңкіреді, где-то бір 12-13 минутта пісірдім. Негізі 10 минутта піседі. Мен кішкене күйіңкіресін дедім. Өте күйдіріп жібермеңіздер. Қамыры піскен, наны піскен, мыналар сочный. Кеуіп қалмаған көрдіңіздер ме? Помидор өз сөлімен тұр. Қараңыздар. Құрметті достар, осы мен ұсынған рецептпен дайындап көріңіздер. Мүмкін көбісі осылай дайындайтын шығар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын, амандық болсын, өмірімізде сәттілік болсын. Видеомды қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет, алғыс білдірем. Лайк қойсаңыздар, тіптен риза болам. Комментарий жазсаңыздар, тіптен қуанышты боламын. Подписка жасап қойсаңыздар, тіптен шабыттанып, тағы да көптеген видеолар түсіретін боламын. Рахмет. Бәрімізге ішкен асымыз ас болсын. Сау болыңдар. Сұрақтарың болса, қойыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап берем.